Квейлинг өнері дегеніміз не? Квейлинг өнері дегеніміз жіңішке қағаз жолақтарын шиыршықтап орау арқылы әртүрлі тегіс немесе көлемді композициялар жасау әдісі. Квейлинг өнерінің шығу тарихы өте тереңде жатыр. Бұл өнер Европада, соның ішінде Франция мен Италияда пайда болған деп есептеледі. Жерорта теңізі маңында монахтар алтын жалатылған қағаз жиектерін құс қауырсынына орап, икондар мен кітап мұқабаларын безендірген. Сондықтан бұл өнерді ағылшын тілінен аударғанда құс қауырсыны деген мағынаны білдіреді. Ал кейбір деректерде таяу шығыс, Қытай немесе ежелгі Египетте пайда болған деген болжам да бар. 15-16 ғасырда квейлинг өнер ретінде есептелініп келеді. 18-19 ғасырларда квейлинг жоғарғы тап өкілдері арасында әсіресе әйелдер үшін танымал хоббиге айналды. Ол эстетикалық талғам мен ұқыптылықты дамыту құралы ретінде бағаланды. Квейлинг өнері бұл әйелдердің көңілін көтеру үшін қолданылмаған. Ол аса құрметті әйелдердің сандық, айна, құты, рамка безендіру үшін қолданған. Тек ақшасы бар адамдар ғана квейлинг жасау үшін құралдарды сатып ала алған. Міне, квейлингтің шығу тарихы осындай. Ал қазіргі кезде квейлинг жасау үшін арнайы курстар оқуға болады. Квейлингті меңгерген әрбір адам әшекей бұйымдарын, картина, ашықхат, альбом сияқты заттар жасап алуына болады. Осындай жұмыстар жасау арқылы мидың жұмысын жақсартып, жүйкені тыныштандыруға да болады. Квейлинг жасау үшін қағазды жіңішке білікпен орап, формаға келтіру керек. Жіңішке білікті өз қолыңмен жасауға да болады. Оны жасау үшін қажетті материалдар мен құрал-саймандар қажет. Сапалы жұмыс жасау үшін бізге мынадай құралдар қажет болады. Қағаз жолақтар. Бұл квейлингке арналған түрлі түсті ені 3, 5, 7 миллиметрге дейін баратын қағаздар. Екінші, ширатқыш құрал. Ол қағазды орауға арналған ұшы айыр сияқты құрал немесе тіс шұқығыш та болады. Квейлинг трафареті. Шиыршықтарды бірдей өлшемдерге жасауға арналған тесіктері бар сызғыш. Желім пыва. Ол қағаздардың ұшын бекіту немесе композицияны негізге жабыстыру үшін қолданылады. Пинцет. Кішкентай детальдарды ұстау және оларды композицияға орналастыру үшін қажет болады. Қайшы. Қағазды кесу немесе шашақ жасау үшін қолданамыз.